Армысыздар, қадірменді достар. Біз бұл дәрісте ақшаның пайда болуы туралы ақпарат алуға тырысамыз. Сіздер білесіздер, белгілі бір тауарды бұрынғы уақытта алу үшін оны екінші бір тауарға айырбастауға мәжбүр болдық. Мысалға, қазақ жерінде ұн, бидай алу үшін оны белгілі бір малға айырбастады. Мысалға, қойға. Кейін келе белгілі бір затқа айырбастау өте тиімсіз бола бастады. Яғни оны көтеріп жүру, тасу өте көп шығынға, өте көп күш қуат жұмсауға алып келді. Сөйтті де қоғамда кейбір заттардың сондай құндылығы айқындала түсті. Мысалға, алтынның оның сондай жарқылдаған қасиеті, жұмсақтығы, тағы оның табиғаттағы сиректігі өте ерекше бағаланып, алтын әшекейлер, тиындар жасалына бастады. Енді мысал келтіреміз. Белгілі бір пәленше деген байдың көп деген алтыны болды. Енді осы көп деген алтынын сақтау үшін бұл бай не істеді? Ол белгілі бір үңге бүкіл алтынын жинап қойды. Сөйтті де осы алтынды екі күзетшімен қорғап қойды. Екі күзетшіге айтты: осы алтынды қорғаңдар, мен сендерге ай сайын белгілі бір бөлігін немесе белгілі бір айлықтарыңды төлеп тұрамын деп айтты. Енді осы жайтты басқа да қарапайым халықтар көрді. Сөйтті де бұлардың да енді алтынды қорғауға мәжбүр ғой бұларда. Енді бұлар алтынды қалай қорғаймыз деп өз ойларын іздестіре бастады. Сөйтті де біреу айтты: осындай бізде үңгір алып, оған күзетші қойып қойсақ қайтеді деді. Бірақ ол күзетшілердің айлығын төлеп тұру үшін бұлардың алтындары көп те емес еді. Сөйтті бұлар белгілі бір шешімге келе бастады. Бұлар айтты, бана пәленше деген байға айтты: ол пәленше деген бай, сіздің үңгіріңіз бар, үңгіріңіздің іші кең, және де сол үңгіріңізді қорғайтын күзетшілер бар деді. Енді біз осы алтындарымызды уақытша сіздің үңгіріңізге сала тұрайық, сол біздің үңгірдегі алтынымызды қорғағаныңыз үшін сізге белгілі бір пайызын, белгілі бір бөлігін төлейміз деді. Сөйтсе бай айтты: я, мейлі, сендердің алтындарыңды алайын деді де, оларға пәленше деген отбасының белгілі бір алтын алдым деген қағаздар жазып берді. Мысалға, Базарбаевтар отбасының 5 алтынын, Алтынбаевтар отбасының 10 алтынын, және де пәленшеевтердің 20 алтынын алдым деп парақ жазып берді. Енді бағанағы Базарбаевтар отбасысы нарыққа барды. Нарыққа енді базарға барды да, енді алтындарын байға үңгіріне салып қойған. Енді қайтеді, қалай алады затты? Сөйтті де сатушыға айтты: о, сатушы мырза, менің осы пәленше деген байдың түгенше деген үңгірінде белгілі бір алтыным бар деді. Осы алтынымды дәлелдейтін қағазым бар деді. Осы қағазды сен ал, яғни алтынымды саған бердім деді. Бағанағы осы қағазымен үңгірден барып алтынды алып келе аласың деді. Ал бірақ сен маған тауар берді. Сөйтті де сатушы оған тауар берді, ал бағанағы Базарбаевтар отбасысы сатушыға белгілі бір жерде, белгілі бір үңгірде алтыным бар деген қолхатты берді. Сөйтті де бағанағы сатушы сол қолхатты алды да оны басқа біреуге берді. Ол басқа біреу, одан да басқа біреуге берді. Дәл солай қоғамда белгілі бір жерде алтын бар деген дәлел қағаз айналысқа түсе бастады. Яғни осы ақшаның негізгі пайда болуының себептері болады. Себебі ақшаның негізгі түп тамыры ол қағаздың артында белгілі бір жерде, белгілі бір үңгірде, белгілі бір сейфте алтын бар деген мағынаны береді. Мысалғы қазіргі таңда сіздер көп еститін шығарсыздар: алтын валюталық резерв, золотовалютные резервы дейді. Яғни осының барлығы алтын қор болып табылады. Яғни қазіргі ақшаның артында белгілі бір алтын болу керек. Яғни ақша деген сөз ол белгілі бір жерде, белгілі бір сейфте алтын бар деген дәлел болып табылады. Осы ақшаның негізгі шығу тарихы болып табылады. Дәл осылай қоғамда ақшалар айырбасқа түсе бастады. Сіздер бұл тақырыпты тереңірек ғаламтордан оқи аласыздар. Бұл қысқа ғана сіздерге ақпарат беріп кету болып табылады.
осы дәрістің электронды нұсқаларын осы сілтеме бойынша таба аласыздар. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.